Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен сырны шарики жасайтын боламыз. Ол үшін бізге сыр, ұн, жұмыртқаның ақуызы, разрыхитель и панировочный сухарик. Ең бірінші жұмыртқаның ақуызын саламыз. Сосын оның үстіне бір шымшым тұз саламыз. Болған соң оны көпіргенше араластыратын боламыз. Көпірді енді теркіден сырды өткіземіз. Теркінің сақ жағымен өткіземіз. Теркіден өткізілген сырды біз жаңағы көпірген жұмыртқаға саламыз. Қасықпен немесе вилкамен араластырып жібереміз. Сосын оның үстіне 3 столовый ложкамен ұн саламыз. Сосын оны уже қолмен илеген сияқты қылып қолмен араластырамыз. Еще оның үстіне разрыхитель салуды ұмытпаңыздар. Болған соң осылай форма береміз. Осындай шарик жасап. Қатты үлкен емес, күтті-күттіден жасап шығамыз. Себебі ол піскенде өзі и так та көтерілетін болады. Сырны шарикіміз дайын болды. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Және сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.